Sessiyanın açılсын деген депутаттардың дауыс берулерін сұраймын. Жақта қарсы, қалыс жоқ. Онлайн қатысып отқаныңызды көріп отырсыздар ғой. Ендеше сенің шағырған аудан мәслихаттың кезектен тыс 53-ші сессиясын ашық деп жариялаймын. Құрметті депутаттар, бүгінгі сессия жұмысына аудан әкімі Нұрбол Абдумажитұлы, аудан әкімі орынбасары Асқар Базарбайұлы, аудан әкімдігінің тиісті бөлім басшылары, қала және ауыл округ әкімдері қатысып отыр. Сессияның күн тәртібіне ұсынылған мәселемен таныстырайын. Негізінен қаралатын мәселеге қатысты шешім жобалары өздеріңізге берілген. Жаңа өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында алдын ала талқыланды. Сессияның күн тәртібі бірінші Талас аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы 2026-28 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы 50-7 шешім өзгерістер енгізілді. Екінші Талас аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларының жаңа құрамын қалыптастыру туралы нөмір 13-4 шешім өзгерістер енгізу туралы. Үшінші Талас аудандық мәслихатының 24 жылғы 17 қыркүйектегі аудандық әкімдіктің құрамы туралы 28-7 шешім өзгерістер енгізу туралы. Төртінші Талас ауданы әкімдігінің жанындағы терроризмге қарсы комиссияны құру туралы. Бесінші Талас ауданы мәслихатының 2025 жылғы 15 қазандағы аудандық эвакуациялық комиссияның құрамын бекіту туралы 44-9 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Алтыншы Талас ауданы мәслихатының 25 жылғы 15 қазандағы Талас ауданында төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі комиссия құрамын бекіту туралы нөмір 44-10 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Хабарланған күн тәртібіне қосымша қандай ұсыныстарыңыз бар? Жоқ болса, күн тәртібін бекітуді дауысқа қоямын. Жақта қарсы, қалыс, жоқ, онлайн форматта келісесіздер ғой? Рахмет. Ендеше 53-1 шешім бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында хабарламашыларды алдын ала тыңдадыңыздар. Қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ. Бірінші мәселе, яғни Талас аудандық мәслихатының 25 жылы 22 желтоқсандағы 2026-28 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы 50-7 шешіміне өзгерістер енгізу туралы 53-2 шешімді бекітуді дауысқа қоямын. Депутаттардың дауыс берулерін сұраймын. Жақта қарсы, қалыс жоқ. Ендеше 53-2 шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі екінші мәселе, Талас ауданы мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларының жаңа құрамын қалыптастыру туралы нөмірде 13-4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы жаңа талқыладық. 53-3 шешім бекіту туралы депутаттардың дауыс берулерін сұраймын. Жақта рұқсат болса мен бір сұрақ болады. Нақтылап алсам деп екінші сұрақ бойынша жаңа бұл вопростар талқыланды. 36 адам скоро референдум жүргізіліп жатқан уақытта өзгертіліп отыр. Яғни комиссия мүшесінің, учаскелік сайлау комиссиясының мүшелері өзгертіліп отыр. Егер де жаңағы баяндамашының сөзіне орай 36 адамда көшіп кетуіне байланысты және кейбіреуі денсаулығына байланысты деп отыр. Ондай жағдайда бұл мүмкін. Ал құрметті Нұрбол Абдумажитұлы, есіңізде бар, осыдан жылға жуық бұрын мен сайланған сайлау учаскелерінің 2 сайлау учаскесінің төрағасы заңсыз алынып, қайтадан заңсыз 2 төраға сайланған. Есіңізде болар, мен сізге заңды алып келіп, сіздің алдыңызға кіріп, сол уақытта сіздер айтасыздар,
үш айдың көлемінде шешіледі деп. Сол мәселе әлі шешілген жоқ. Сол заңсыз екі сайлау учаскесінің төрағасы сол заңсыз күйде әлі отыр. Енді алдымызда бүкіл халықтық референдум өтейіндеп жатыр. Сол заңсыз отырған төрағалар сол сайлау учаскесінде бола бере ме? Менің сұрағым осы. Гүлмира Элисхановна. Қазір ол жерде ол. Негізі Мағауия Жапарович, жаңағы бірлескен тұрақты комиссия отырысында да айтты, ол кісі сізге сол бойынша ақпарат түсініктеме берді. Ол залда комиссия мүшелерінің кейбіреуі 100% емес, жаңасы сөздеңіздер, кейбіреуінің көшіп кетуіне байланысты, кейбірінің денсаулығына байланысты, жеке өз өтініштері бойынша комиссия құрамынан шығарылды. Оларға біздегі тіркелген партиялардың атынан ұсыныс хаттары бар. Сіздердің келісіммен құрылған біздің уақытша комиссияда аппараттық тексерді. Заңда өткені тексеру органдарынан өтті, олардың соттылық жауапқа тартылмауға қарамдығы жөнінде. Содан кейін барып осы ауданның енгізді. Сол ауылдың, осы ауданның сол ауылдың тұрғынына. Сесияда Элисхан Макетов өткізілген кесінші заламай жатыр. Ақым шақырып отыр. Элисхан шақырып отыр. Элисхан Макетовтан жаңа тұрақты комиссиядан сессия керек. Жоқ, залға, үлкен залға сессия болып отыр. Ақым шақырып отыр. Именно жаңағы заңсыз отырған екі төрағаны сол мәселе болды. Келеді. Оларда жаңа референдумға байланысты үшін не деп отыр ғой? Сосын референдум туралы талқылау қалай біздің кейбір әріптестер үгіт насихат жүргізіп жүр. Қазіргі сол дейді. Оны мен түсінбеймін. Бұл партия былай да бұрып келеді, былай да бұрып келеді. Мен сұрадым әлемді. Аудандық филиалдың төрағасы, Бақырбековтан сұрадым. Сіз үгіт насихат деген жерге мені де шақырыңызшы, барайын, тыңдайын. Ол жерде қандай үгіт насихат жүргізіліп жатыр? Мен ол бір күні обсуждение бітіп қойған мен де біліп отырмын. Бірақ ол кісі айтады үгіт насихат жүргізуіміз керек. Қандай үгіт насихат жүргізуіміз керек? Олар ғой Мағауия Жапарович. Маған ешкім тапсырма берген жоқ үгіт насихат жүргізді. Мысалы, Потому что мен партияда жоқпын. сіз жаңа айтып кетсіз ғой енді, анау мен оны сессия біткесін айтайын деген, дей тұрғаныңыздың қазір жауап берсем болады, оның заңға қонбақ емес. Мысалы, құрылтайдың бірінші біз ата заң талқылауының күшіне енген